Сәлем достар, бүгін біз артикльдер туралы сабағымызды жалғастырамыз. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуларыңызды сұраймын. Өткен сабақтағыдай артикльдер екіге бөлінеді: белгілі және белгісіз артикльдер. Белгісіз артикліміз, яғни book, артиклін қойсақ, ал белгіліге біз the артиклін қояды екенбіз. Мысалы, book кез келгені, the book нақты біреуі. Белгісіз артикльдеріміз, яғни өткен сабағымызда қайталап өткеніміздей, және ға бөлінеді. Егер де сөзіміз дауысты дыбыстан басталып тұрса, онда біз n қоямыз. Ал егер де сөзіміз дауыссыз дыбыстан басталып тұрса, мысалы a carrot, яғни артиклін қоямыз. Белгісіз артикль заттың бірінші рет айтқан кезде. I ate an apple for lunch. Түскі асқа алма жедім. There is бен саналатын зат есімдермен. There is a book on the table. Үстелдің үстінде кітап бар. Лепті сөйлемдерде what-тан кейін міндетті түрде біз артиклін қояды екенбіз. What a day. I'm not much of a singer. I'm a student. Мен студентпін. No article. Мүлдем артикль қолданылмайды. Абстракты зат есімдердің алдына. Knowledge is power. Күш білімде. Саналмайтын зат есімдердің алдына. Snow is white. Қар әппақ. Сан есімнің алдында I bought 3 books for school library. Яғни біз артикльдер қоймаймыз. Some, any, every сөздердің алдында да біз артикльдер қоймаймыз. There is some juice in the jug. Егер сөздің алдында өздік есімдік тұрса, Her book is more expensive than mine. Оның кітабы менің кітабыме қарағанда қымбатырақ. No article. Мүлдем артикльдер қолданылмайды. Біз континенттердің алдына қолданбаймыз. Яғни Африка, Австралия. Яғни Америка құрама штаттарының алдына біз не қоймаймыз? Артикльдер қоймайды екенбіз. Қаланың алдына, яғни Нью-Йорк, Абакан, және де көше аттарына біз қоймаймыз. Мысалы, Абай стрит. Адам аттарының атына алдына біз мүлдем артикльдер қоймаймыз. Мысалы, Франклин Делано Рузвельт. Бірақ егер жанұя толық айтылып жатса, онда біз the артиклін қоямыз. The Ивановс, the Смис. Белгісіз артикль ылғи да қолданылады мұхиттардың аттарына. Мысалы, the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean. Теңіздің аттарына the Black Sea, the Baltic Sea. Өзен аттарына the Nile, the Volga. Бұғаз аттарына the English Channel. Шөлдің аттарына the Sahara. Ерекше жағдай, бірақ біз көл, Lake Байкал дейміз. Біз артикльсіз айтыламыз the Байкал. Таулардың алдына Mount Everest десек, бірақ the Alps деп айтамыз. Ерекше жағдай, мысалы Гаага қаласы the Хайгеу деп айтамыз. Ал егер Раша болса, яғни Ресей алдына біз артикль қоймаймыз. Ал егер де the Russian Federation деп айтсақ, біз артикльді қояды екенбіз. Голландия, мысалы Holland. Ал егер де the New Zealands деп айтсақ, онда біз артикльді қояды екенбіз. Яғни бізге бағыттардың алдына міндетті түрде біз артикльдер қоямыз. The North, the East, the South, the West. Яғни оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс. Ылғида the қойылады реттік сан есімнің алдына. The 1st of September. Асырмалы сын есімдердің алдына the strongest man in the city. Ең күшті адам. The most beautiful girl in the class. Ең әдемі қыз сыныптың ішінде. Қоямыз. No article. To go to school. Мектепке бару. To be in hospital. Ауруханада болу, емделу. To go to bed. Ұйқыға кету. To be in prison. Түрмеде отыру. To be in church. Шіркеуде болу. To go to university. Университетке бару, яғни оқу. To go to college. Колледжге болу. Артикль the.
To go to the school, мектепке бару, яғни мүмкін ол жиналысқа. To be in the hospital, ауруханаға бару, көңіл сұрау. Don't sit on the bed, төсекке отырма. To be in the prison, түрмеде болу, яғни түрмедегі адаммен кездесу мүмкін. To be in the church, шіркеуде болу. To go to the university, университетке бару, баласының оқуын талқылау үшін мүмкін, осындай сөйлемдер кездесіп қалуы мүмкін. To go to the college, колледжге бару, қызын күтіп алуға. Назарларыңызға рахмет.